демонстрацияны онда мен бастаймын. Енді барлық қызығушы адамдарға, мұғалімдерге, оқушыларға, ата-аналарға түсінікті болу үшін бірінші өзімді таныстырайын. Есімім Айбек. Дарын онлайн платформасының құрушыларының бірімін. Қазақ ұлттық университеті механика математика факультетін бітірген. Қазір запись қосылды. Мен өзімнің экранымды ашам, демонстрация. Дарын онлайн платформасынан бастаймыз. Қысқа нұсқа история, жаңағы тарих ретінде өзім Дарын мектебін бітіргем. Сондықтан атын Дарын онлайн деп қойғанымыз да содан. Адамдарға оңай болсын деп нүкте онлайн домен таңдағанбыз, түсінікті болсын деп. Және мейлінше брендтің аты қазақша болсын деп осы Дарын онлайнды қалдырғанбыз. Бұл платформаның жұмыс істеп тұрғаны ноябрь, қараша айынан бастап, алдыңғы жылдың 2019 жылдың. Біздің әр облыста біздің серіктестеріміз бар. Серіктестер осы уақытқа дейін мектеп аралап түсіндіру жұмыстарын, ата-аналарға үйрету жұмыстарын жасаған. Бізде осы күнге дейін бір сабақ, бір пән айына 2000 теңге тұрған болатын. Біздің платформаның ерекшелігі мен артықшылықтары ол оқушыларды сабақ оқуға қызықтыру, оқушыларды жалықтырмау және әртүрлі ойындар, яғни геймификация түрлері арқылы оқушының білім деңгейін, алған білімін меңгеруіне ықпал ету, яғни закрепить ету білімді. Біздің платформа қандай құрылымдардан тұрады? Бірінші бетінде кірсеңіздер платформа жайында түсінік, қалай тіркеледі, ұялы телефонмен ұбт-ға дайындалуға бола ма? Осы жайында қысқаша түсініктеме бар. Әр оқушының жеке кабинеті болады. Қазір көп сұрақтар болып жатыр. Бір номермен, бір почтамен тіркелуге бола ма деп. Біз бір номермен, бірақ әртүрлі почтамен тіркелетін қылдық. Себебі номер сатып алып, телефон алғаннан гөрі почта ашу салу оңай. Не үшін әртүрлі почта керек? Себебі әр баланың жеке кабинеті болып, оның ертең ата-анасы тексерсе де, мұғалімі тексерсе де, оқу үлгерімін көрсеткенге. Бұл бірінші мәселе, олай жеке-жеке тіркеудің. Екінші мәселе, бізде рейтинг дейтін бар. Сол рейтингта балалардың өзі жеке дара шығып тұрса, ол баланың тұлға болып қалыптасуына, өзіне біліміне, өзінің білімін басқа елге көрсетуге, мақтаныш ретінде ата-анасына, құрмет ретінде мектебінің атын шығару үшін осылай жеке-жеке тіркелгені маңызды. Рейтингке сосын келетін боламыз. Енді не үшін тіркелу керек екенін айттым. Жеке-жеке. Біздегі әрбір тақырып 5 минуттық, 5, 7, 8 кейбір роликтер бар, 3 минуттық роликтер де бар. Сондай қысқа нұсқа түсіндірілген. Бұл енді онлайн форматта болғаннан кейін біз оны зерттеу жұмыстарын біршама уақыт жасадық. Бұл жобаны біз 2018 жылдан негізі бастағанбыз. Сол бастаған жылы біз бірінші кезекте 20-30 минуттық роликтерді түсіріп, YouTube каналға салып, 100 адамнан тұратын фокус группаға көрсеттік, яғни оқушыларға. 5-ші сыныптың, 6-ші сыныптың, 7-ші сыныптың, әртүрлі сыныптың оқушыларына көрсеткен болатынбыз. Сол кезде 20 минуттық роликтерді небәрі 37% адамдар ғана көрді, және соңына дейін жетуге аз қалды, 37% ғана. Одан дәл сол тақырыптарды 15 минутқа қысып көрдік. Біз ол жерде 15 минутқа қысқартқанда нені қысқарттық? Яғни тақтаға жазуды автоматтандырдық. Бұрын 20 минутта оқушы тақтаға жазып тұратын болса, бізде дайын тақтаға жазылған монтаждалып, жазылған тақта ауысып отыратын болды. 15 минутқа қойған кезде жаңағы көрсеткіш 43%-ға дейін өсті. Бірақ оның өзі жеткіліксіз болды. Сосын біз 10 минутқа дейін қысқарттық. 10 минутта қысқартқанда 70%-ға дейін өсті. Яғни оқушыларға қызық көргісі келеді. 10 минут екен ғой, көре салайыншы деп, солай өз-өздеріне мақсат етіп қояды. Содан біз 5 минутқа қысқартқанда сол фокус группаның 99%-ы сол 5 минуттық роликті соңына дейін көріп шықты. Енді 5 минутта көп мұғалімдер қазір сұрап жатыр, не түсіндіруге болады, ол мүмкін емес, қиын деп. Біздің мұғалімдерімізде, біздің осы Дарын онлайнға келісім жасап сабаққа түскен мұғалімдердің өзі басында 5 минутта түсіндіру қиын деп ойлайтын. Бірақ біз кейін қарасақ, компьютерлік графиканың арқасында, монтаждардың арқасында 5 минутта оқушыға керекті сол тақырып бойынша мәлімет түсіндіруге болады екен.
енді 5 минутқа сыймай жатқандарын біз 10 минутқа дейін созғанбыз. Қазір соңғы мынау техникалық жаратылыстану бағытындағы пәндер 10 минутқа дейін созылады. Ал кейбір тақырыптар, оңай тақырыптар 5, 4, 6 минутта түсіндіріледі. Оқушы 5 минуттық оқу процесінен кейін міндетті түрде сол тақырып бойынша тест тапсырады. Оқушы видеоны көріп шыққаны үшін оқушыға дарын дейтін ұпай бар. 5 дарын ұпай беріледі. Ал кейіннен тест тапсырып шықса, әрбір дұрыс жауапқа 1 дарын ұпай беріледі. Енді соған өтейік. Бізде оқушылар сабақтар дейтінге өтеді. Осы жерде барлық сабақтар тізімі шығып тұр. Дәл қазіргі таңда бізде 5-ші және 11-ші сынып арасындағы сабақтар тізімі қосылған. Алайда біз қазір түсіру жұмыстарын жасап жатырмыз. Бізде 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін барлық пәндер 4-ші тоқсан контентімен толықтай қосылатын болады. Оқушы өзіне қызық сабаққа дәл қазір жазылып алады. Міне 0 теңге деп тұр. Сабақтың бағасы сабаққа жазылу деп тұр. Бұрын бұл жерде осы жерде бір сұрақ. Жаңағы оқушы тіркелді, тіркелгеннен кейін ол кісілердің қазір бізде ситуация болып жатқаны, сабақтарды таба алмай отырғандар бар. Сонда ол сабақты көру үшін не істеу керек ең бірінші? Сабақтар дегенге өтеді ғой. Сабақтар дегенге өтеді. Сосын қалаған сабағына жазылады. Оқушы бірінші жазылып алу керек, сонда? Жазылып алу керек. Ол бізге мәке не үшін керек? Кімнің қандай сабақ оқып жатқанын қарап отыру үшін керек та, аналитика үшін керек. Ертең оны біз мұғалімдерге, мектеп директорына аналитика ретінде берген кезде біз айта аламыз. Мынанша бала тіркелді, мынанша сабақтан оқып жатыр деп. Бастапқыда біз тегін деп хабарлаған кезде бір оқушы 15 сабаққа дейін жазып жүрді. Өзінің сыныбы болсын, болмасын қатысы жоқ. Бірақ кейіннен ол азайды, қазір тек қана өзінің сыныбына ғана жазылып жатыр. Оқушы өзінің сабағына жазылады, сабаққа жазылды. Осы жерде мысалы мен 2 сабақ таңдасам, 2 сабаққа жазылдым. Ол автоматы мен сабақтар тізіміме қосылады осылай. Менің сабақтарым деген мен жазылған сабақтар. Менде қазір бар. Жазылған сабақтар корзинаға түседі ғой, сонда? Себетке. Корзинада себеттен менің сабақтарыма түседі. Осы жерде менің сабақтарым дейтінде оқушыларға міне осылай бүкіл сабақтардың тізімі шығады. Мысалға Қазақстан тарихы 5-ші сынып тасатын болсақ, ол жерде сол енді ол оқушы жазылды, курсқа уже жазылды, сабағы тұр өзінің несінде. Келесіде ол қайта жазылмайды. Өзінің жеке кабинетіне кірсе, менің кабинетімде. Сол жерде менің сабақтарым дегеннің ішінен автомат шығып тұрады. Қайта жазылудың қажеті жоқ. Енді Қазақстан тарих пәніне кірдік. Осы жерде пән туралы. Бұл пәннің авторы кім? Зайсан қаласының тумасы, Гумилевті бітірген, әртүрлі олимпиаданың жеңімпаздары. Енді біздегі мұғалімдерге келетін болсақ, біз мұғалімдерді біраз зерттеу жасадық. Жаңағы фокус группаға біз бір сабақты 3 түрлі мұғалімге түсіртіп көрдік. Бірінші жас мұғалімге, бірақ олимпиададан, ұбт-дан жақсы көрсеткіштер көрсеткен, алтын белгі алған мұғалімдерді түсіріп көрдік. Яғни жастары 22, 23, 24, 25 жасар. Одан кейін мектепте 15-20 жыл еңбек өтілі бар оқытушыларды тартып түсіріп көрдік. Одан кейін мектепте 25 жыл істеген ғалым ұстаздарды тартып көрдік. Сол кезде жаңағы біздің енді қазақстандық оқушылардың дәл қазіргі психологиясы үлкен жастағы мұғалімдерді соңына дейін қараған жоқ. Жаңағы фокус группаның небәрі 13% ғана үлкен жастағы мұғалімдерді қарап шықты. Ал жас мұғалімдерге келген кезде 84% сол жас мұғалімдерді қарады. Көбінде сұрақ болуы мүмкін, бұл сұрақ неге жас мұғалімдер жап-жас болып не үйретеді деген. Бірақ өкінішке орай біздің қазіргі рынокқа осыны тексертіп көрген кезде керісінше осындай 22 мен 35 жас аралығындағы мұғалімдердің жаңағы өтімділігі жақсы болып тұр. Сондықтан біз осындай мұғалімдерді таңдадық. Яғни оқушы өзінің сабағы бойынша мұғалімін, қанша лекция бар екен барлығын көре алады. Пән мазмұнына баратын болса, қазір міне осындай ошибка шығып кетті бізде соңғы кезде. Ол тағы да айта кететін жағдай, біз 4 сервер қазір қосып жатырмыз. Бізде қазіргі таңда 3 сервер жұмыс істеп тұр. 4 сервер қоссақ, біздің шыдамдылығымыз бір уақытта 1,3 миллион оқушыға жетеді. Біздің қазіргі ойланып отқан жаңағы прогнозымыз бір уақытта 1,3 миллион артық кіре қоймайды деп ойлап отырмыз.
Себебі балалардың көбісі интернет бәрібір де нашар. Ол біздің енді платформа барынша қарапайым. Сіздер барлық жағынан тест жасап көрдіңіздер ғой. Енді мына интернет кішкене жылдамдығы 1 мегабайттан төменгі жерлерде жасап көрген жоқсыздар ма? Біз шыны керек Vimeo дейтін сервисті қолданамыз ғой, видео бойынша Vimeo сервисін қолданамыз. Ол Vimeo сервисінің жалпы серверлері сыртта болғандықтан бәрібір де біз 1 мегабит секундтан төмен жерлерде біздің ашылуымыз ұзақ болады. Енді біз приложение арқылы мынандай жасап жатырмыз, Мейіржан мырза. Приложение өзіне локальныйға сақтайды да, яғни бір рет көшіріп алған адам приложение қайта серверге жаңағы запрос жібермейді, яғни приложение арқылы оқыса жеңіл әрі қатпайтындай болады. 512 килобит секундтың өзіне сондай мүмкіндік бар. Және бұл приложениеде мынандай ең аз несін таңдайды, качествосын, сапасын. Сол кезде 512-ге дейін оқуға мүмкін болады. Бірақ енді біздің сервисіміз басқа әртүрлі сайттарға қарағанда барынша жеңілдетілген, барынша артық графика не жоқ, ақ қара түсті, сұр түсті, мысалға андай көп нені қосқан жоқпыз, графикалық элементтерді. Оның барлығы біраз не алады да, трафик жейді. Қиын болады сабақ оқу. Жаңа бала тақырыпты таңдағаннан кейін, мысалы пән мазмұны деп барады ғой. Қазір 1 минут. Пән мазмұнына кіреді де сабақ таңдайды, Пән мазмұнына кіріп сабақ таңдайды. Мысалға бала егерде сабақты өтіп болған болатын болса, онда оған осындай белгі көрініп тұрады, яғни сен бұл пәндерді, бұл тақырыптарды өтіп қойдың деп. Бізде осы уақытқа дейін бала міндетті түрде бірінші тақырыптан бастап кезектеп отырып өтіп шығу керек болған әрбір тақырыпты. Бірақ соңғы сұраныстарға сай біз 490 тақырыптарын, мысалы 490 тақырыбы салмақтан басталатын болса, осыдан кез келген тақырыптан ашылатын қылып жасап жатырмыз. Негізі ол біздің миссиямыз сапалы білімді қолжетімді, оның ішіне педагогикада бар нәрсе. Мысалы салмақты бала білу үшін ол заттың тығыздығын білу керек. Заттың тығыздығын білмеген бала салмақты түсінбейді. Мысалы mg екенін, не үшін заттың ρv екенін, мысалы салмақтың тығыздығын не үшін білу керек екенін білмейді. Сондықтан біз солай жасағанбыз, яғни сен заттың тығыздығын өтпей салмақты өте алмайсың, күшті өтпей тартылыс құбылысын өтпей сен салмақты өте алмайсың. Бірақ Мейіржан мырза, соңғы сұраныстар өте көбейіп кетті. Бұл біздің еліміздің расында да білім деңгейінің біршама төмен екенін көрсетіп отыр да. Оқушылар, біз қазір анализ жасап отырмыз. 10 тесттің 3-іне де дұрыс жауап бере алмай жатыр. Қарапайым оңай тесттердің өзіне 2-3 ең көп танымал дұрыс жауап ол 2 және 3 деген дұрыс жауап. Бұл жерде мысалы салмақ деген тақырыпты ашатын болсақ, сол жерде мұғалімнің берген лекциясын бірінші оқушы көреді. Содан кейін тест тапсырған кезде осы лекцияға байланысты болады. Осы лекцияға байланысты ғана тест болады. 10 тест тек осы лекцияға ғана байланысты. Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз оқушыға қосам. бүгін қарастыратын сабақтың тақырыбы салмақ. Бірден ашып алайық. Салмақ бұл физикалық шама. Және де осы тұрғыда көптеген оқушылар осы тақырыпта қиналады. Не үшін? Себебі біз тұрмыс. Яғни мәке осыны көреді толықтай. Осыны көріп болғаннан кейін оқушыға 5 балл ұпай беріледі. Қазір мен көрсем, мына жердегі ұпай саным 227 негізінде болу керек. Салмақ деген сөз. Оны ол үшін мен соңына дейін көріп шығуым керек. Сосын мен осы бойынша тест тапсыруым керек. Бұл тест тапсыру мен тапсырма тапсыру оқушыға балл береді, балл ұпайлар береді. Ол ұпайлар ертең Каспий банктегідей Каспий бонусқа айналып, сабақ сатып алған кезде, былайша айтқан кезде, мысалы, осы сатып алған сабағы болса, физика, егер былай тегін емес вариантты қарастырсақ, сол кезде бұл бүкіл 7-ші сыныпты өту арқылы 2000 дарынға жетіп, келесі сабақ тегін ала алатын еді оқушы. Өзінің білім деңгейін біріншіден көтеру арқылы, екіншіден еңбегі арқылы. Дәл қазіргі жағдайда да ол бонустарды біз жоймаймыз, тегін вариантта да оны қолдана алады. Ертең біз карантин уақытысы бітіп, қайтып жаңағы тегін емес режимге көшкеннің өзінде оқушылар қазіргі мүмкіндігі 10 мың, 20 мың дарын жинау мүмкіндігі бар да, ол арқылы олар бір жылға ертең мысалы бізде тағы да тегін сабақ алады.
Оқушылар осы видеоны көргеннен кейін тест тапсыруға өтеді. Тест тапсырған кезде міне, егер жермен салыстырғанда дене қозғалу салмақ формуласы ол жаңа видеода айтылған. И тең mg. Салмақтың несі, ол мысалға килограмм или ньютон салмақтікі. Ауырлық күші осылай тапсырып шығады. Мысалға енді кез келген варианттарын таңдай салайын. Осы жерде негізі жетеуіне дұрыс жауап беру керек, бірақ біз ол талапты да қазір алып тастадық. Міне мен төртеуіне ғана дұрыс жауап бердім негізінде. Менің ұпайым 4 дарын, бірақ бұл 4 дарын маған есептелмейді. Мен мына 7 сұраққа дұрыс жауап беріп, ең минимальный нені өткенше талапты. Бірақ жаңа тағы да қайталап айтамын, біз бұл талаптардың барлығын ертеңнен бастап алып тастаймыз. Өткен уақыты біткенше біз тест жасаймыз. Егер де жоқ андағы талаптарды алып тастағанда жаңағы мен алдында біраз кіріп байқадым, сонда тест өту керек екен алдымен. Егер тесттен өте алмасаң, келесі сабаққа өте алмайсың. Өте алмайсың, сол сен оны меңгермейсің, тығыздықты меңгермей, салмақты да меңгере алмайсың. Жоқ, ол егер дұрыс айтасың, алдыңғы сабақтар, ол енді мектепте алды ғой ол білімін. Может, ары қарай мүмкін жалғастырып кететін шығар. Иә, сондықтан ашып беріп жатырмыз. Бірақ бізде мынандай мүмкіндік болған. Егер де мектепте алсаңыз, мысалға пән мазмұнына барсаңыз, осы пән мазмұнынан сіз кез келген тақырыпты бастағыңыз келсе, мысалы энеолит, онда неолит, мезолит, палеолит бойынша 4 тақырыптан 8 тестқа 70%-на, яғни кемінде 5-6-ауына дұрыс жауап беру керексіз деген тағы бір мүмкіндік болған. Бірақ оның өзінен мұғалімдер қиналып жатыр. Оқушыларды айтпаймын, мұғалімдердің өзі қиналып жатыр. Сондықтан қазір ертең қинап жіберді, дарын онлайнда сабақ оқу мүмкін емес деп көп адам шуламас үшін. Қазір бізде мысалы көптеген оқушылар тіркеле алмай отыр. Енді алдағы уақытта қалай болады білмейміз, енді көреміз. Енді ол интернет егер нашар істеген жағдайда қалай істейтінін. Ұсынысыңыз өте дұрыс ұсыныс қой. WhatsApp деген, WhatsApp ол өз-өзін дәлелдеген сервис, бүкіл әлемдік сервис. Ол кішкентай интернеттің өзінде жұмыс істейтін сервис. Енді сіздердің сабақтарыңызды біз көшіріп алып оқушыларға таратса, ол құқық бұзушылық болып есептелмей ме? Құқық бұзушылық болып есептелмейді деп енді просто ары қарай мәке сіз жауап бере алмайсыз ғой. Мысалы біз сізге бергенмен оқушылар ары қарай таратуы мүмкін. Ол ертең бүкіл ашық доступқа түсетін болса, ол біздің мұғалімдердің, біздің команданың үлкен еңбегінің енді қарасаңыз зая кетуі болып та есептеледі да. Бірақ әрине бұл бір видео емес қой, бұл жерде біз беріп тұрғанымыз комплекс беріп тұрмыз да. Яғни видео беріп тұрмыз, видеодан кейін тест беріп тұрмыз, тесттен кейін тапсырма беріп тұрмыз. Ол тапсырмалар арқылы ертең оқушылар ұбт тест тапсыра алады өз деңгейін білу үшін. Ол жаңағы мен айтқан варианттарда кетуі мүмкін ғой. Оқушы тіркеле алмаған жағдайда мұғалімдер скриншот жасап, тағы басқа жолдармен көшіріп жіберуі мүмкін ғой. Енді видеоларды біз онсыз да күнделік KZ-ға беріп жатырмыз. Видеолар беріп жатырмыз, бірақ видео түрінде жібере алмаймыз деп жатырмын ғой. Себебі ол 2000 видео, сіз ертең таппай қаласыз, қайсы тақырыптың видеосы қайсысы екен. Бізге ең қажеттісі, мысалы, мен алатын болсам, мен 490-дікін алуым мүмкін. 490-дікін деген сияқты. Біз қазір мынадай қосып жатырмыз. Бұл өте ыңғайлы болады деп ойлаймыз. Мына жерден бастап ертең дата қосамыз. Мысалға, мынау 08 сәуір күні оқытылатын тақырып. Мынау 09 сәуір, мынау келесі аптаныкі. Яғни оқушы тек қана осы екеуін ғана оқыса жеткілікті да, осы аптаныкі. Сосын мынау келесі аптаныкі, одан кейін мынау, одан кейінгі апталардікі деп бөлмекшіміз. Яғни мына жерден бастап 490 деп жазылып тұратын болады. Приложение бойынша жаңа тағы айтайын. Приложениені осы уақытқа дейін міне 50 мың адам басып алған, 24 мегабайт қана. Бұл басқа приложениемен салыстырғанда өте аз, яғни басылуы тез. Енді приложение бойынша 4/1 дейтін рейтингте тұрмыз. Әрине біздің минустарымыз бар. Оны жұмыс жасап жатырмыз, толық жауап беріп, сұрап, кері байланыс жасап барлық тіркелушілермен. Менің ұсынысым бала телевидениеден қарасын, бірақ телевидениеда жаңағы немен уақытпен ғой, бір баланың ол кезде бас ауырып қалуы мүмкін, тісі ауырып қалуы мүмкін, немесе қарай алмай қалуы мүмкін. Сондай жағдайда сіздер сілтемені берсеңіздер, бірден тек сілтемені бала тіркеліп алса, мысалға мына сілтеме болса, тек осы сілтемені ғана берсеңіздер WhatsApp арқылы. Сол кезде біздің сайттың да баланың қинамай
бірден. Ал бұл сілтеме бізде көбінесе оқушылар анау мобильді приложениені көшіріп жатыр. Сілтеме мобильді приложениеде ашылады ғой, иә? Жоқ, сілтеме мобильдік приложениеде ашылатын қылып істеуге болады. Жақсы идея айттыңыз. Бірден осы сілтемені басса, кімде приложение бар, сода ашылып кетеді. Иә. Жазып. Онан кейін екінші, бізде мысалы әркім өз мектебін белгілеп, иә, не жасап жатыр? Оқушылар тіркеліп жатыр. Енді мен сол мектептің атынан егер мұғалім болып тіркелетін болса, мен өз оқушыларымды көре аламын ба сол жерде, сол мектепте? Бізде қазір member.dарын.online дейтін тағы бір бөлім қосып жатырмыз. Сол бөлімде министрліктен бастап облыстық білім басқармасы, аудандық білім бөлімі, мектеп директоры және мұғалімдер өздерінің оқушыларын көре алады. Бірақ сізге мұғалімдерге аккаунтты директорлар ашып береді өздері. Себебі біз білмейміз, қай мұғалім кімнің класс жетекшісі, кімнің сабақ беретін адам ретінде. Біз тек директорларға аккаунт ашып береміз, сол аккаунт арқылы 29 күн дайын болады сол функция. Өйткені қазір бізде мұғалімдердің өзі де осыған тіркеліп жатыр. Значит, мұғалімдерге пока дайын болғанша тіркелудің қажеті жоқ қой, иә? Қажеттілігі бар ма? Қажеттілігі, мен ойымша, бірінші оқушыларды тіркетіп алсақ, одан кейінгі қажеттілік мұғалімдерде уже міндетті түрде болады. Себебі міне операция дегенді көрсетейін қазір. Операциялар бөлімі деген болады. Сол жерде жаңағы әр мұғалім өзінің сыныбын бір неге бокс. Мысалы, сіздер анда жерде, мысалы, мен мектебімді аша аласыздар ма? Мысалы, ақ мектеп, орта мектебі деген сияқты. Әр мектепке сортировка жасап. Көре аламыз. Мұғалімге де директорға мен соны қазір көрсетейін деп тұрмын. Қазір көріп отырсыз ба, бізде қанша адам отыр екен, қазір көрсетейінші. Бір уақытта 20 мың, 30 мың, 100 мыңға дейін оқушылар отырып отыр да. Пользовательдер телефон арқылы мені қараңыз, 17 мың адам отыр қазір бір уақытта. Компьютер арқылы, жаңағы браузер арқылы 7 мың адам отыр, сонда 25 мың адам отыр қазір. Қазір мынау ашсын, осы бөлімде көрсетілген қалай жасалған, оқушылардың жаңағы несі көрініп тұрады, видео көргені, қанша қай уақытта көргені, сосын барып тест орындаған, барлығы көрініп тұрады. Менде мындай ұсыныс бар негізі, мәке, сіздерге, Мержан мырза. Жаңағы дарын балдары ең кемі келесі тақырыпқа өту үшін бала 16 дарын жинау керек. Ең көп дарын бір тақырыптан бала 31 дарын жинай алады. Соны мысалы 16 мен 31-ді сіздермен бірігіп бір бөлсек бір шкалаға, балдық шкалаға. Енді мен ұсынысым бұл. Интернетте жақсы жерлерде осылай да қолданса оңай ғой дегенім ғой, балалар бақылау үшін. Себебі біздегі тест пен тапсырмалар олар толыққанды сол видеодағы айтылатын нәрсеге сол тақырыпты қамтыған және мемлекеттік стандарттар бойынша. Ол жерде бір логикалық немесе мемлекеттік стандарттарға сай емес дүние жоқ. Бөлім ашылсын әзірге. Бала жаңа тестті тапсырады дедік. Тесттен кейін бізде тапсырмалар дейтін бөлім бар. Біздің серверіміз үлкен нагрузка болып жатыр. Тапсырмаларда мен егер өте алмасам, осылай көрініп тұрады. Мен тапсырманы өтпедім. Мен бір ғана дұрыс жауап бергем. Мен тапсырманы өтпедім. Тапсырманы өту үшін А деңгейінің екеуін орындау керек, 3 сұрақтың. Б деңгейінің тек біреуін орындаса жеткілікті, ал С деңгейін орындамаса да болады. Бірақ С деңгейін орындаса, бала 4 балл ұпай жинайды. Б деңгейіндегі әрбір дұрыс жауап 3 дарын ұпайы. А деңгейіндегі әрбір дұрыс жауап 2 дарын ұпайы. Бұл жерде бұны не үшін қосқанбыз? Бұл оқушылардың аналитикалық ойлауын дамыту үшін, яғни ойлану үшін. Алдыңғы видеода не айтты деп қайтып қарау үшін. Осы жерде жаңа табиғат деп жазадық біз. Бірақ бұл жерде бір артықшылығымыз біздің жүйе автоматты түрде кері байланыс береді. Яғни дұрыс емес деп. Табиғат, физика, астрономия. Бұл жерде мен сізге бір немді айтайын. Оқушылардың көбісі бізде білет, бірақ сауат жағынан мәселелер бар. Яғни тарихта мындай сұрақ болған. Жауабы Мұхан қаған болса, оқушы Мукан қаған деп жазады, бірақ өзінікін дұрыс деп есептейді.
Бізде сондай мына қазіргі телефон гаджеттарын тағы бір минус жері. Гаджеттер бізде қазір оқушылар түзеп жатырмыз, өйткені идің орнына, інің орнына иді пайдаланады, тағы басқа әріптер сөйтіп пайдаланып жүр ғой. У-ның орнына у-ды пайдаланады, қ-ның орнына к-ны пайдаланады. Сол үлкен бізде мәселе негізі. Соны түзету керек, немесе қазақша жаңа клавиатура орнатқызу керек. Көрдіңіз ба, мен бірде-бір дұрыс жауап берген жоқпын. Маған 0-16 дарын ұпайынан 0 ғана ұпай берді, мен қайта тапсыруым керек. Мен келесі сабаққа өте алмаймын әйтпесе. Енді қазір ашып тастадық дедік қой, сондықтан кез келген сабақты оқи алады. Бұрында бізде осы тегін периодқа дейін 18.000 бала тіркеліп, соның 8.000 сатып алып оқып жатқан. Біздегі дарын онлайнда оқыған балалардың көрсеткіштері мына рейтинг бойынша, бұл жай ғана рейтинг емес, шынында да бір пайдалы, оқушыларға өз пайдасын тигізген. Мұндағы оқушылардың барлығы бізге рахмет айтып, ұбт-ға дайындалып жүрген оқушылар болған. Қазір енді рейтингті қарасаңыз, уже тегін период қосылғаннан бастап, барлық региондардан өз-өзін көрсететін оқушылар пайда болды. Қарасай, Ақтөбе, Жаңаөзен бүкіл регионы. Біздің мектеп бітіруші түлектерге арналған тағы бір жақсы ұсынысымыз бар. Бәрібір қазір ұбт мектеп бітіретін түлектердің ол үлкен проблемасы ғой. Енді онлайнда тем более проблема. Ауыл жерлерде ол бұрыннан келе жатқан проблема. Біз жаңа дарын балаларына, дарын деп жинаған балдарына бітіруші түлек өзінің қай мектепке, қай университетке түсе алатынын көре алады. Мысалға, биология мен география таңдаса, осы мамандықтарға түсе алатын. Және ол бойынша қандай университеттерге түсе алатынын көре алады. Егер де Семей қаласы бойынша түскісі келсе, онда Семей қаласын ғана көре алады. Бұл енді жалпы мамандыққа бағыт, бітіруші түлекке деген бағыт. Және балл бойынша соңғы 100 дарын, мысалы, енді ол дарынды біз беріп тұрмыз ғой сабақ оқыған сайын. 3 тақырыптан 100 дарынға жетіп алуға болады. Осы жерде мысалға 100 дарын дейтін, 100 балл жинаса ұбт-дан, онда міне түсе алатын мамандықтар тізімі осы ғана екен, Семей қаласы бойынша. Тек қана Шәкәрім атындағы Семей қалалық мемлекеттік университетіне аңшылық және аң шаруашылығы бойынша биология география пәнін таңдаған бітіруші түлек тек осы бағытта ғана грантқа түсу мүмкіндігі жоғары деген сөз. Бұл енді бітіруші түлектерге арналған біздің бір мүмкіндігіміз. Ал енді тест бойынша, ұбт бойынша бейіндік пәндерді таңдай алады. Осы жерден 200 теңге емес, 200 дарын. Бұл да енді бұны Мейіржан мырза біз тегін қылсақ та болады әрине, бірақ дарын дейтін ұпайдың бір қызығушылығы, соны оқысын, бұрынғы 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсанды тағы да қайталап алсын деген ойымыз ғой. Дұрыс. Осы жерден міне ұбт-ны толықтай 120 сұрақты тапсыра алады оқушы. Сол арқылы оқушы өзінің білім деңгейін тексере алады, және бұл ұбт-ны тапсырған адамға автоматты түрде соңында анализ жасалады. Қай тақырыптан қате кеттің, қай университетке түсе аласың, қандай грантқа түсе аласың деген. Енді біздің дарын онлайнның былайша айтқанда қысқаша берері осы оқытушыларға, мұғалімдерге, оқушыларға. Біз енді бұл онлайн білім саласында біздің тәжірибеміз 6 ай ғана, бірақ оған дейін біздің Алматы, Астана қалаларында офлайн білім беру орталықтарымыз болған. Биылға Назарбаев зияткерлік мектептеріне, РФМШ-ға дайындайтын. Біз сол тәжірибенің арқасында, өзіміздің жиған терген білімнің арқасында осындай жоба жасап шыққан болатынбыз. Біз ешқандай мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік тендер ондаймен мүлдем жұмыс жасамағанбыз, және жасайтын ойымыз да жоқ. Біздің ойымыз, негізгі ойымыз сапалы білімді қолжетімді ету, қазіргі технологияларды пайдалана отырып. Енді біздікі дұрыс емес, оны халық өз бағасын береді деп ойлаймын, және халық бағасын қазір де беріп жатыр. Біз әдейіге барлық тіркелген сабақ оқыған оқушылардан кері байланыс сұрағанда 78%-ына ұнап жатыр, 22%-ына ұнамайды, себебі тақырыптар тесттардан, тапсырмалардан өте алмайды. Сондықтан біз енді оларға да үйренсін, көрсін, кез келген тақырыпты ашып, сондай тегін доступта пайдалансын деп барлығын ашып тастады. Кошелекті толтыру деген оны қолданбаса да болады, ол тегін периодта жарамсыз, ол ақшаны бәрібір мына жерде толтырғанмен оны оқытушы ешқайда жұмсай алмайды. Кейін біз
карантин убактысы бітіп еліміз тыныш, барлығы реттелгеннен кейін оқушы өзі көреді. Да тест деген жерде барлық пәндер бойынша 20 тесттер берілген. Бұл бір тест небәрі 20 дарын ғана тұрады. 20 дарын арқылы оқушы өзінің алдыңғы, мысалы, 6 сыныптың оқушысы болса, 5 сыныптағы тарихтан өзінің деңгейін біле алады. Ол қаншалықты жаңағы 5 сыныпта жақсы меңгерді, немесе ұмытып қалды, немесе ұмытпағанын өзі осы жерден көре алатын болады. Мысалға, тарих бойынша 20 сұрақ. Сосын біздің бір артықшылығымыз, Мейіржан мырза, оқушылар бірінен бірі көшірмес үшін біздің жүйеміз автоматты түрде рандом алып отырады. Байқасаңыз өзгеріп отыр. Үйсіндер деп шықты, қазір ауысып отырады. Яғни ол жаңа сабақ оқып отқанда да дәл солай. 10 тест бірдей 10 тест емес, ауысып отыратын, варианттар ауысып кетеді, орындар ауысып кетеді, базадан алып отырады басқа сұрақтар, солай жасалынған. Ол жаңа бір-біріне көшірмес үшін, бір-біріне жауаптарын бермес үшін. Жалпы жоба осындай. iOS-та да, Android-та да мобильді қосымшалар бар. Ол жақта біршама қателіктер болған, оны түзетіп жатырмыз. Сайтта бізде дәл қазір контент бойынша проблема жоқ, себебі түсірілім жұмыстары қарқынды түрде жүріп жатыр. Контентті біз толығынан үлгереміз, оған сеніміміз мол. Біздегі ең қазір техникалық проблемамыз ол сервердің осындай үлкен нагрузкаға шыдамауы, оны біз жасырмаймыз, ашығынан айтамыз. Бірақ оны 5 сәуір қашықтан оқыту толық басталғанға дейін біз толық реттейміз. Қазірден бастап реттеу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Қосымша тағы 4 сервер қосылуда. Жаңағы мұғалім, директор, аудан бөлім басшылары не көре алады? Олар аудан бөлімнің басшылары немесе адамдары қай мектептің кіріп жатқанын, қанша оқушы кіріп отқанын, онлайн қанша оқушы отырғанын, қанша пайызға оқып кіріп сол тақырыпты меңгергенін соны көре алады. Меңгеру деген біз үшін сол 5 минутты толық қарап шығу. Ары қарай енді артынан кейіндегі кіре алмай отырған жерлер таяқ жеп кетіп жүрмей ме? Ол жерде Мейіржан мырза, біз аудан білім бөліміне біз тек қана болып жатқан информацияны береміз, бірақ ол сіздің де басқа ата-аналардың да ойлары дұрыс қой. Кіре алмай жатқандарды қинамау керек ол. Аудан білім бөлімдерінің өздеріне байланысты. Олар қарау керек. Мысалға, Тарбағатай ауданының мына мектебінде интернет мүлдем жоқ. Ол дарын онлайн кіре алмаса, оның кінәсі емес қой. Олар жаңағы интернеті бар жерлерді осылай неге алса деп ойлаймын да мен. Мысалы, интернеті бар жерге, интернеті жақсы істейтін жерге телевидениеден қарап, одан жаңағы Қазпоштамен жібереміз дейді, мысалы, тапсырмаларды аптасына бір рет. Ол деген сөз 20-шы ғасыр ғой. Одан да осы біздің сайтқа кіріп, интернеті бар жерлерді айтамын да. Осы жерден көрсе, мұғалімнің де жұмысын жетілдіруші еді. Осы жерден оқушылар жаңа чатта сұраушы еді. Апай, бәрі түсінікті, бірақ неге оңтүстік Қазақстанда табылған, неге мысалға шығыс Қазақстанда табылмаған жаңа ерте темірді тас ғасырында бізде неге ештеңе табылмаған деген сұрақтар болса, онда ол бөлек еді әңгіме. Яғни мұғалімнің де оқушының да барлығын жұмысын кішкене болса жеңілдетуші еді деп ойлаймын да мен өз басым біздің платформа. Бірақ бұл жаңағы интернеті 1 мегабиттен төмен жерлерге қиын. Оның жаңағы жолы сіздер осы тақырыпқа қарап, тақырыпты сілтемесін жіберсеңіздер, бірден приложениеден ашылатын қылып істесек, ең төменгі сапамен көріп шықса да, әйтеуір оқушы өзінің несін сол күнгі тақырыбын көріп меңгере алса. Ары қарай осы жерден тест тапсыра ма, немесе сіздердің берген тесттеріңізді орындай ма, оны енді сіздер шешесіздер, сіздер шешкендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Сол қысқаша. Мейіржан мырза, Қазақстан халқы қашықтан оқытуға негізі дайын емес болып жүре беруші еді. Осы сәт бізді қаржылық сауаттылыққа да, интернет сауаттылығына да, ақпараттық технологиялар сауаттылығына да барлығына үйретіп шығады деп ойлаймын. Осы сәт біз үшін ол Алла тағаладан берілген бір жақсы мүмкіндік деп ойлаймын, жалпы Қазақстан халқына. Тек қана ол біз сияқты платформаларға емес. Біз сияқты платформаларға жаңа кейіннен ақша істейді дейтіндерге айтарым, мемлекеттік біз тендермен қарап шықса болады, осы уақытқа дейін айналыспағанбыз, бұдан кейін де алатын ойымыз жоқ. Себебі біз халықтың арасында конкуренцияға түскіміз келеді басқа продукттармен.
Ол бірінші. Екінші ойымыз, біздегі дарын ұпайлары түсінген адамға, ол жақсы оқыған адамға осы 2 ай, 3 ай бола ма білмеймін, карантин уақытысы. Сол кезде жақсы ұпай жинаған балаға тағы да 1 жыл тегін оқуға мүмкіндік деген сөз. Ол жойылып кетпейді, оған мен кепілдік беремін өз басым. Балаларды қазір біз ынталандыру керек деп жатамыз ғой, но бірақ қазір мектепте баға қойылмағанымен сіздердің жаңағы сайттарыңызда осындай жаңа бонустар беру арқылы бұда оқушыларға ынталандыру және ізденіс тудырады деп ойлаймын. Дұрыс бастама жалпы? Мынандай ынталандыру бар, Миржан мырза. Қолданушы 10 мың дарынға жеткенде, оған дарынды оқушы деген төсбелгі барады мектебіне. Және мектебіне ата-анасына арнайы алғыс хат береміз. 20 мың дарынға жеткенде балаға ерен еңбегі асқан дарыны үшін деген медаль береміз. 40 мың дарынға жеткенде балаға планшет береміз. Енді 40 мың дарынға жету деген сөз, ол бала өзінің 1-ші тоқсаннан бастап 4-ші тоқсанға дейін бүкіл пәнді дұрыс меңгеріп, және бүкіл пәнді меңгеріп шығу керек деген сөз. 80 мың дарынға жеткенге біз iPhone смартфонын береміз, және келесі жылдан бастап 59 университетпен келіссөз жүргізіп жатырмыз, грант берсек деген ойымыз бар. Яғни университеттің грантын. Ал 80 мың дарынға жетуге 1 жылда ол мүмкін физикалық тұрғыдан, бірақ өте көп еңбек ету керек. 5-ші сынып пен 11-ші сыныпқа аралығындағы барлық пәнді дұрыс меңгеру керек. Енді ұбт-ға дайындалу деген сөз, қазір бізде ол ең трендтегі сөз ғой. ұбт-ға дайындық, менің өз басым, біздің ойымызша, ол барлық пәнді дұрыс меңгеру. Немесе өзің сол ұбт-да тапсыратын пәндерді жақсылап меңгеріп шығу 5 пен 11-ші сынып арасында. Көбісі бізден сұрайды, ұбт-ға дайындалу деген бір сиқырлы таяқша деп, тигізіп жіберсем ұбт-ға дайын боламын деп. Жоқ, ұбт-ға дайындалу деген ол мұғалімдер де барлығы біледі. 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі тақырыптарды меңгеріп шығу. Енді бізде ол тақырыптардың барлығы тұр. Оқимын деген балаға сылтау таппаса, қазір енді мегабайтын бәрін алып тастады ғой. Сылтау таппайтын балаға, интернеті бар балаға, гаджеті бар балаға толық мүмкіндік деп ойлаймын өз басым. Онда мен мына нені бітірейін. Экранның. Жақсы. Бүгінгі тікелей неге шығып, түсіндіру жұмыстарын жүргізгеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта да білмеген нәрселеріңіз болса, сізден сұрап отырамыз. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Сізге де үлкен рахмет, осы мұғалімдерге түсіндіру жұмысын талмай жүргізіп жатырсыз.